саламатсыз ба? Қалдеріңіз қалай? Жайлап жақсы, жаңа жыл құтты болсын. Рахмет, өзіңізге де. Сіз біздің депутатымыз, постоянно белсенді. Бізде сізді өте жақсы танимыз, білеміз. Рахмет. Жақсы жұмыс істеп іске сәт кеткен. Рахмет. Депутаттар бізге керек. Рахмет. Сіздер де енді менің өзімнің сайлау округымдағы өте белсенді сондай тұрғындарсыздар, сайлаушыларсыздар. Осы 8-ші шақырылымға сайланардың алдында сіздермен біздер кездестік, мен кездестім. Сол уақытта сіздер өздеріңіздің округыңыз бойынша маңызды орныңыз бойынша мәселені айттыңыздар. Осының алдында 19 желтоқсан күні сіздің үйіңіздің тұрғындары жаңағы үйдің үлкені келіп мында жаңа қоғамдық қабылдауға келді. Сол жаңағы маңызды мәселе Николай Васильевич келіп, сол өздерінің жаңағы сіздер айтқан абаттандыру мәселесі бойынша келген болатын. Сол енді абаттандыру мәселесі сіздер өздеріңізде енді жаңа Орал Smart Map сайтына өтініш қалдырдыңыздар. Мен сіздердің өтініштеріңізді ЖКХ-ға жаңағы тіркеттірдім. Қала әкімі бәрі соның бәрін енді өзінің несінде ұстап отыр, қатерінде. Сол енді жақын арада біздерде бір жиын болды. Депутаттармен, әкіммен, ЖКХ-ның басшылығымен жаңағы түскен өтініштерді қарап, маңызды ең бірінші деп тұрған көптен бір 30 жылдардан бері ауласында ешқандай абаттану жоқ үйлердің қатарына сіздің үйлеріңіз ілікті. Мен деген соны сізге қуана хабарлаймын. Тұрғындарға бәріне айтарсыз. Қазір осы сол Николай Васильевич тағы да қоғамдық қабылдауға келу керек. Мен шешімін сіздерге айтам, келесі қоғамдық қабылдауда деп уәде берген болатынмын. Сондықтан енді бұл абаттандыру 24-ші жыл емес, 25-ші жыл іске асатын болады. Ол да бір жақсы хабар. Керемет жаңа жылда жаңа керемет хабар естіміз ғой. Білем ғой мен енді тартып күннің беретін ПСД барамын. Биыл 24-ші жылы енді 23-ші жылдан қалып қойған аулалар абаттанады. Сіздердің аулаларыңыз Алла амандығын берсе 25-ші жылы абаттанатын болады. Жақсы хабар. Біз қуанып жатырмыз мен көршілерімді жазып қуантайын. Енді деген бірнеше жыл күткен уақытта бір жыл шыдап күтерсіздер деп ойлаймын. Сондықтан сондай өзіңіз де осы қоғамдық жұмыстарда жүрдіңіз, өзіңіз бізден бұрын депутат болдыңыз, халықтың талай мәселесін шештіңіз, өзіңіз енді білесіз. Сондықтан бір жыл кішкене шыдау керек болады. 25-ші жылы аулаларыңыз абаттанатын болады, Әлия Өтемісовна. Ой, рахмет, осы көп жылдай күттік қой енді. Мен өзім депутат болғанда нете алмадым. Ақша қаржы болмайды деп енді сенің қолыңдан келіп жатыр. Рахмет саған. Керемет. Алда бізде постоянно 24 сағат 7 күнде сен бізде байланыста бір болсын мазалаймыз. Сізге көп рахмет. Осылай депутат болған деп қуанамын. Аман болыңыздар. Сәлем айтыңыз тұрғындарға. Алла амандығын берсе 25-ші жылы абаттандыру басталып сол аяқталатын болады. Жаз жіберіңіз, чатқа жазыңыз, сау болыңыз.